қазаққа ғана тән тамаша қасиеттерді бойына сіңірген осы апайларымызға мен ерекше алғысымды білдіргім келеді. Мен де сол кісілерге қарап есейгім келеді. Себебі өмір жалғасып жатыр. Сен есейген сайын айналайын, бақытты бол деген сөздерді көбірек айтатын болсаң, ол жастарға да ұнайды. Ал сөздің құдіреті бар. Сөз жаратқан Алламен әрқашанда қабыл болады. Сондықтан жақсы сөйлейік. Сөздің энергетикасы бар. Ол ешқайда кетпейді. Сөз құдіреті дейді. Ол ауаға тарап кетпейді. Ол әрқашанда жаратқанмен қабыл болады. Сондықтан да жақсы сөз сөйлейік, жақсы ойлайық, жақсы әрекеттер, амалдар жасайық. Жақсылық еселеп ұрпағыңның алдынан, өзіңнің алдыңнан шығады. Амин. Әр адам, қазір бізде жас емеспіз, орта жасқа келіп қалдық, Аллаға шүкір. Әрқашанда алдыңғы буын әншілер, өнер қайраткерлеріне қарап отқан кезде салыстырмалы түрде ғой бәрі. Мысалға, Мақпал Жүнісова, Майра Мұхамедқызы, Майра Ильясова апаларымыз әр ортада, тек қана өнер ортасында емес, халықтың арасында ерекше бір қадір қасиеті жоғары кісілер. Жас та құрметтейді, үлкендер де құрметтейді. Барлық жерде өздерінің қадір қасиетімен жүреді. Барлық жақсы көреді. Неге? Себебі ол кісілер сондай биікте бола тұра, өте кішіпейіл, қарапайым, жүрген жерінде шуақтарын шашып жүреді, күліп жүреді, жақсы сөз айтып жүреді. Әсіресе жастарға батасын беріп, жастарды артынан сүйрелеп, жол көрсетіп жүретін осындай қазаққа ғана тән тамаша қасиеттерді бойына сіңірген осы апайлар